адам шығыны болған оқиғаларды тергеп тексеруге ерекше назар аударылуда. Бүгінгі күні 4578 жәбірленуші анықталды. Оның 4353-і жараланды. Оның ішінде 3393 құқық қорғау органдарының қызметкерлері. Төтенше жағдай кезінде моргтерге қаза тапқан 225 адам жеткізілді. Олардың бір бөлігі терактілерге қатысқан ғимараттар мен құқық қорғау қызметкерлеріне шабуыл жасаған қарулы бандиттер. Қаза болғандардың ішінде 19 полиция және әскер қызметкерлері де бар. Азаматтардың өмірі мен қауіпсіздігін қорғау кезінде қаза тапқан және қарулы экстремистердің құрбаны болған адамдардың туысқандары мен жақындарының қайғысына ортақпыз. Аталған деректер алдын ала сипатта. Олар әлі нақтыланып жатыр, өзгеруі де мүмкін. Дегенмен, әрбір факт мұқият тексеріледі, нәтижесі бойынша құқықтық баға беріледі. Бүгінгі таңда тергеу жедел топтары 546 қылмыстық істі тергеуде. Оның ішінде 44-і терроризм актілері, 34-і жаппай тәртіпсіздіктер, 15-і адам өлтіру бойынша. Уақытша ұстау изоляторына қылмыс жасады деген 672 күдікті ұсталды. Оның 446-сы соттың санкциясымен қамауға алынды. Құжаттарды тексергеннен кейін және ұстауға негіз болмағандықтан прокуратура органдары 100-ден астам азаматтарды босатты. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында адам құқықтары жөніндегі уәкілімен және басқа да құқық қорғау ұйымдар өкілдерімен өзара әрекеттесу мәселелері шешілді. Оларға жеткізілген және ұсталған адамдарды ұстау орындарына кіру қамтамасыз етілді. Сол арқылы заңсыз күш қолдану, медициналық көмек көрсетпеу және қорғаушыларды кіргізбеу жағдайларына тәуелсіз тексеру жүргізіледі. Республикалық адвокаттар алқасымен бірлесіп, уақытылы және білікті заң көмегін көрсету мәселесі шешілді. Қазіргі уақытта прокуратураға құқық қорғау органдарының әрекетіне 32 арыз келіп түсті. Бұл өтініштер тексерілуде. Тиісті шаралар қабылданады. Егер азаматтар өз құқықтары бұзылды деп есептесе, бас прокуратураға 115 нөмірі бойынша немесе тікелей аумақтық прокуратураларға хабарласа алады. Құрметті азаматтар, бүгінгі уақытша шектеулерге түсіністікпен қарауға, қоғамдық тәртіпті сақтауға, жалған ақпаратқа сенбей, тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырамын.